Сәлеметсіңдер ме балалар? Бұл 2-ші сынып қазақ тілі сабағы. Бүгін бізде 11-ші сабақ. Я әрпінің жазылуы. Я әрпінің жазылу емлесін білемін. Қырық үшінші жаттығу мәтінді тыңда. Дене мүшелерінің таласы. Бірде дене мүшелері өзара айтысып қалыпты. Айтысты аяқ бастапты. Одан соң қол, құлақ, көз өз пайдалары туралы айтыпты. Ең соңында мұрын тұрып былай дейді: адам үшін мен пайдалымын. Мен болмасам, адам иісті сезе алмас еді. Сол кезде адам бәрін ортаға шақырып былай депті: босқа дауласпаңдар. Адам үшін бәрінің де пайдаларың бар. Аяқ болмаса, адам баратын жеріне жете алар ма еді? Қол болмаса, адам тамақ ішіп және әртүрлі жұмыстар атқарар ма еді? Құлақ, көз және мұрын болмаса, адам естіп, көріп және ауа жұтып иісті сезе алар ма еді? Бәрің де адамға керексіңдер. Бір-біріңді сыйлап, өмір сүріңдер. Балдырған журналынан. Мәтін мазмұнын өз сөзіңмен айтып бер. Көз, құлақ, қол, аяқ не деп таласқанын өзің айтып көр. Мұнда балалар, яғни мәтін мазмұнына келетін болсақ, өз сөзімізбен айтатын болсақ, мұнда дене мүшелері өз алдымен айтысып қалады, я? Ол айтысты аяқ бастайды екен. Одан кейін мұрын айтады екен, яғни өзінің өз пайдалары туралы, я, адам үшін. Сонда адам не дейді? Сендердің барлықтарыңның пайдаларың орасан зор дейді, я? Сендер адам үшін өте қажеттісіңдер деп оларды ортақ шешімге алып келеді, я? Көз айтуы мүмкін, яғни адам мен болмасам, жаңағы жерде адам әлемді көрмеседі деп айтады, я? Құлақ айтады, егер мен болмасам, адам үнді, дыбысты естімейді деп айтуы мүмкін. Ал қол болса, яғни мен болмасам, жаңағы жерде адам тірлік істей алмайды, өз тамағын жей алмайды деген сияқты. Ал аяқ болмаса, адам жер бетін басып жүре алмайды деп солай таласуы мүмкін екен, я, балалар? Енді келесі тапсырма: аяқ сөзінің айтылуы мен жазылуын салыстыр. Неше әріп, неше дыбыс бар? 43-ші жаттығу бойынша жазылуы аяқ, айтылуы аяқ екен, я, балалар? Яғни я әрпі и-а дыбысын береді екен. Енді балалар, аяқ дегенде 3 әріп, 4 дыбыс бар. Қырық төртінші жаттығу: әр сұрақтың жауабын тауып сәйкестендір. Екі көзің не үшін керек? Жақсыларды көру үшін. Екі қолың не үшін керек? Елге көмек беру үшін. Құлақ деген не үшін керек? Ақыл кеңес тыңдау үшін. Ал аяғың не үшін керек? Туған жерге қайту үшін. 44-ші жаттығу бойынша балалар осы сәйкестендіргенімізді дәптерге жазып алайық, я? Екі көзің не үшін керек? Жақсыларды көру үшін. Екі қолың не үшін керек? Елге көмек беру үшін. Құлақ деген не үшін керек? Ақыл кеңес тыңдау үшін. Ал аяқ не үшін керек? Туған жерге қайту үшін. Ережеге назар аударайық, балалар. Сөзде и-а дыбыстары естілгенімен, жазуда олардың орнына я әрпі жазылады. Мая, мысалы, мая, сая, таяқ. Келесі 45-ші жаттығу: сөйлемдерді көркем жаз. Балқия тісін жуды. Оның тісі тазарды. Інісі Аянның тісі ауырды. Я әрпі бар сөздерді тап. Мұнда Балқия, Аянның екен, я? Я әрпі бар сөздер. Я әрпі қай дыбыстардың орнына жазылып тұрғанын парталасыңа дәлелдеп бер. Яғни балалар, я әрпі и-а дыбысының орнында жазылып тұр екен, я? Аянның тісі неге ауырды? Сен тісіңді немен тазалайсың? Бұған енді балалар өздерің жауап бере қойыңдар. Келесі шығармашылық үзіліс. 46-ші жаттығу: берілген әріптер қатарында жасырынған сөздерді тауып оқы.
Тапқан сөздеріңнің бәріне ортақ әріптің айтылуы мен жазылуында қандай өзгеріс барын айт. Сол сөздермен 5 сөйлем құрап жаз. 46-шы жаттығу бойынша балалар жасырынған сөздер шаян, тұяқ, аялдама, қияр, әсия деген сөздер екен. Енді осы сөздерді қатыстырып біз сөйлем құрайық. Біз өзеннің жағалауында шаян көрдік. Келесі тұяқ сөзіне жылқының тұяғы қатты әрі мықты болады. Автобус аялдамаға келіп тоқтады. Бақшада қияр пісіп тұр. Әсия кітап оқығанды жақсы көреді. Мұнда балалар ортақ әріп я әрпі екен. Я әрпі жазылғанда я әрпі жазылады, ал естілгенде и-а болып, яғни и-а дыбысы естіледі екен. Осымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.